Баршаңызға сәлем. Бүгін өте дәмді және тойымды болып шығатын фрикадельки субын дайындайтын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Керек затымызды видеоның астында төменге қалдыратын боламын. Әуелі жуамызды сақтап тұра аламыз. Сәбізімізді де осылай қылып ысықтап көбіктеп тураймыз. Қазанымызға май құйып, осы жуамыз бен сәбізімізді бірге қуырып аламыз. Үстіне 2 қасық томат салып, қуырып, үстіне су құямыз. Суымызды молдау қылып құйып, қайнағанын күтеміз. Картобымызды осылай аршып, көбіктеп турап аламыз. Қайнаған сорпамыздың үстіне картобымызды салып, тағы да қайнатамыз. Сорпамыз қайнағанша біз фрикаделькимізді дайындап аламыз. Фрикадельки дайындау үшін оған тартылған сиыр етіне жуамызды сақтап турап саламыз. Үстіне 1 дана жұмыртқамызды саламыз. Жарты келі сиыр етіне 1 уыс қана күрішімізді жақсылап жуып, оны да қосамыз. Күрішті көп қоспаған жөн, себебі бірыңғай күріш болып кететін болады. Фаршымыздың үстіне тұзымызды, бұрышымызды салып алып, жақсылап араластырамыз. Жақсылап араласқан етімізді енді видеодағыдай қылып, кішкене қылып домалақтап фрикаделькилер дайындаймыз. Қатты қыспағандарыңыз жөн, себебі қаттақ болып кетуі мүмкін. Домалақтап алғаннан кейін оны ұнға аунатып аламыз. Қатты қалың қылмаңыздар, тек бір аунатқандарыңыз жеткілікті. Осылай етіп барлық фрикаделькилерімізді дайындап аламыз. Фрикаделькилеріміз езіліп кетпеу үшін біздің суымыз қатты қайнап жату керек. Қатты қайнаған сорпада осылай фрикаделькилерімізді салып, пісіріп 10 минут пісіреміз. Сорпамыздың дәміне қарай тұзымызды саламыз. Дәмдеуіштер қостаңыздар болады. Осылай қайнап жатырған сорпамызға лагмандарымызды сындырып саламыз. Оны 10-15 минут пісіреміз. Қатты лагман езіліп кетпеу керек, қатты көп те қылып салмаңыздар. Көп қою болып кетуі мүмкін. Шағын қылып саламыз. Осымен тамағымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Жасап көруге кеңес беремін. Видеоның соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет.